Сәлеметсіздер ме? Біздің қазіргі сабағымыз қозғалысқа байланысты есептер. Ондай болатын болса, қозғалысқа байланысты есептерде үнемі кездесетін арақашықтық тең жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі формуласын білеміз. Және бізде кездесуге байланысты және қуып жетуге байланысты есептер өте көп кездеседі. Біз бұл формулаларды есептер барысында қарастырып көрейік. Ондай болатын болса, ең бірінші есеп бізде автокөлік қандай дейді? 48 км сағат жылдамдықпен 3 сағат және 56 км сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрді. Автокөлік барлық уақыт ішінде қандай жол жүргенін табыңыз дейді. Онда бұл есепті біз жаңағындай естен v көбейту т, яғни жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісінің формуласы, осыдан пайдаланып есептейміз. Яғни ол бірінші бөлікте қандай? Бірінші бөлікте 48 көбейту 3. Жылдамдығы 48, 3 сағат жүрді, 48 көбейту 3. Ал екінші бөлікте ол қанша? 56 км сағат жылдамдықпен 5 сағат. Онда не істейміз? Онда біз 56-ны 5-ке көбейтіп, екі бөліктегі жолды қосатын болсақ, осы уақыт аралығында оның барлығы қанша жол жүргені шығады. Мынаны көбейтсек бізде қанша болады онда? Онда 144. Ал 56-ны 5-ке көбейтсек қанша? 280. Екеуін қосатын болса қанша? 424. Яғни бұл жерде А жауабы дұрыс болады. Келесі есеп мынандай дейді. Міне қасқыр өзінен қанша? 83 км қашықтықтағы түлкіні 16,7 метр секундқа жылдамдықпен қуды. Онда түлкі қасқырдан қандай? 10,2 метр секунд жылдамдықпен қашты дейді. Онда қасқыр түлкіні неше секундтан кейін қуып жетеді дейді. Онда бұндай есептерді біз жаңағы қуып жетуге байланысты есептер деп қарастырамыз, осы қозғалысқа байланысты есептердегі. Енді қуып жетуге байланысты есептердегі маңызды бір нәрсе, бізде жылдамдықтарын бір-бірінен азайтамыз. Себебі ол 1 секундта қаншаға жақындайтын. Оны біз жылдамдықтарының айырмасын жақындау жылдамдығы деп атаймыз да. Онда мына жерде көрсетілгендей, міне т қуып жету уақытын табу үшін біз мына формуланы түрлендіретін болсақ, есті бөліміз v1 минус v2. Ал ес дегеніміз ол бір-бірінен ал дегенде қандай қашықтықта тұреді деген нәрседе, ол қуа бастаған кезде қандай қашықтықта. Онда ең бірінші біз бұл жерде не істейді екенбіз? Онда 16,7-3-тен азайтады екенбіз 10,2-ден 1-ді. Яғни жылдамдығы үлкенінен жылдамдығы кішісін азайтамыз. Ортақ бөлім берейік. Мына жерге қанша? 2. Ал мына жаққа қанша береміз онда? Мына жаққа 7-ні береміз. Сол кезде ортақ бөлім бойынша есептейтін болсақ, бізде қанша? Мынау 16,14-тен 6 азайтамыз. Қанша? 10,14-тен 7-ні. Онда азайтқанда қарыз беріп азайтатынымыз түсінікті. Онда ол тең болады қанша? 5,14-тен 13. 5,14-тен 13. Енді ондай болатын болса, біз бұл жаңа айттық, жылдамдықтарының айырмасы ол жақындау жылдамдығы. Яғни әрбір секундта ол осыншама жақындайды. Ал дегенде аралығы қанша? 83 метр тұрған. Онда біз енді 83 метрді әр секундта 5,14-тен 13 метрге жақындап отыратын болса, ол неше секундта қуып жетеді деп, біз енді есті мына жылдамдықтар айырмасына бөлеміз. Сол кезде қалай болады онда? 83-ті бөлеміз қанша жаңағындай? 5,14-тен 13. Онда тең болады 83-ті бөлеміз 14-тен 83 болып кететін түсінікті бұрыс бөлшек айландырған кезде, онда кері саны көбейтіледі. 83 мен 83 қысқарғанда бізде қанша? Онда 14 секунд. Яғни ол қанша уақытта? 14 секундта қуып жетеді. А жауабы дұрыс болды. Онда бұл есепте біз жаңағы айтылғандай қандай қуып жету қозғалысына байланысты көрдік. Келесі мынандай дейді, арақашықтығы 59 км екі ауылдан бір-біріне қарама-қарсы екі жаяу адам шықты дейді. Міне біріншісі қандай дейді? 2 сағатта 7 км, ал екіншісі жаяу адам 3 сағатта 8 км жүретіні түсінікті. Ондай болатын болса, егер екінші жаяу адам бірінші жаяу адамға қарағанда қандай? 1 сағатқа кеш шықты. Қайсысы? Екіншісі мынаған қарағанда 1 сағатқа кеш шықты. Демек, біріншісі екіншісіне қараған кезде 1 сағатқа бұрын шықты деп түсінуге болады.
Онда кездескенге дейін қандай, бірінші жаяу адам кездескенге дейін неше километр жол жүргенін табыңдар, яғни ол кезде жылдамдықтар тұрақты деп қарастырамыз дейді. Онда ең бірінші адамның жылдамдығы және бізге екінші адамның жылдамдығы керек. Оны қалай біле аламыз? Онда бірінші адам бізде қандай? Жаңағы 2 сағатта 7 километр жүретін түсінікті, онда есті қандай? Т-ға бөлетін болсақ, В жылдамдық шығатын түсінікті, онда біз мына жерде не істейміз? Онда 7-ні бөлеміз 2-ге, яғни мынаның жылдамдығы 2-ден 7 км сағатына болады. Ал мынау қандай? 3 сағатта 8 километр жүретін болса, онда бұл кісі қайтеді, жылдамдығы 3-тен 8 болады. 3-тен 8, бұның жылдамдығы 3-тен 8 екен. Енді ары қарай біз не істейміз? Ары қарай бітеді. Екінші адам бірінші адамға қарағанда 1 сағат кеш шықты деген жаңа айтып кеттік. Керісінше онда бірінші адам екінші адамға қарағанда қандай? Екінші адамға қарағанда 1 сағатқа қайтты, бұрын шықты. Онда 1 сағатқа бұрын шығатын болса, осы 1 сағат ішінде ол міне 2-ден 7, біз жаңа айттық қой, 2-ден 7 жылдамдығы. Ол 2-ден 7 жолды жүріп тастады. Демек, онда біз осындай, бұны біз қандай? Кездесу қозғалысы деп атаймыз. Кездескенге дейінгі қозғалыс барысында біз кездесу қозғалысында мына жердегі есті не ретінде қараймыз? Екеуінің міндетті түрде ортақ жүрген жолын, егер уақытты табу үшін, олардың жылдамдықтарының қосындысына бөлеміз. Ал мына жердегі біздегі ес ол 59 емес, 59-дан 2-ден 7-ні не істеуіміз керек? Азайтуымыз керек, себебі мынау 2-ден 7-ні жүріп кеткен, сонан кейінгі жолды олар қайтып тұр, ортақ жүріп тұр. Онда ең бірінші не істейді екенбіз? Онда 59-дан 2-ден 7-ні, 59-дан 2-ден 7-ні, 2-ден 7 дегеніміз қанша? 3,5. Азайтып тастайтын болсақ қанша? 55,5 км қандай жол қалды? 55 қандай? 10-нан 5, 55. Онда енді қараңыз. Бұл 55,5 мына жердегі біздің қандай болды? Ес болды. Енді оны бөлеміз, олар кездескенге дейін қанша уақыт жұмсады дегенді табу үшін олардың жылдамдықтарының қосындысына. Онда не істейміз біз бұл жерде? 55,5 бөлеміз, жылдамдықтарының қосындысы қанша дедік жаңа біз? 2-ден 7 қосу қанша? 3-тен 8. Екіншінің жылдамдығы 3-тен 8 деген жаңа айтып кеткенбіз. Онда тең болады 55,5 дегеніміз бізде қанша? Ол тең 2-ден 111 бұрыс бөлшекке айландырсақ, онда бөлеміз, біз ортақ бөлім беріп қосатын болсақ қанша болады? 6-дан 7-ге 3-ті береміз 21, 8-ге 2-ні береміз 16, қосатын болсақ қанша? 6-дан мына жерде қанша болады онда? 37 болады бізде. Тең болады онда 2-ден қанша дедік біз жаңа? 111, оны көбейтеміз. Кері саны 37-ден 6-ға, сол кезде қысқарғанда бізде 9 деген жауап шығады. Ал 9-ымыз бұл жерде нені түсіндіреді? 9 жаңа айтып кеттік, ол уақыт. Екеуі кездескенге дейін қанша уақыт жүрді? Қанша уақыт жүрді? Ол 9 сағат уақыт жүрді. Енді қарап көрейік. Бізге бірінші адам кездескенге дейін қанша жол жүрді дейді. Онда біз бүйте салайық. Бірінші адам алдын мына жерде қанша сағат? 9 сағат жүрді, алдында 1 сағат жүрді. Демек ол барлығы қандай? 10 сағат жүрді. Онда 10 сағат болатын болса, біз не істейміз онда? 2-ден 7-ні көбейтейік 10-ға. Тең, сонда 10 мен 2 қысқарғанда 5, 5, 7, 35. Демек, кездескенге дейін екінші адам қайтты, 35 километр жол жүрді. Демек, Д жауабы дұрыс болады екен. Онда біз бұл жерде қандай кездесу қозғалысына байланысты есепті қарастырдық. Енді келесі мынандай дейді, бір автокөлік А қаласынан Б қаласына қандай 7 сағатта жетеді дейді. Бұл автокөлік орташа жылдамдығын 20 км сағатқа азайтса, берілген жолды қандай 9 сағатта өтеді. Жылдамдық азайса, енді уақыттың көбейетіні түсінікті. Екі қала арасындағы аралықты табыңыз дейді. Ондай болатын болса, бұл есепті біз енді кесте түрінде қарастырып алуға болады. Мысалы, біз Т деп қарайтын болсақ, Т 7 болған бірінші жолы, екінші ретте ол 9 болды деп қарайық. Енді, онен кейін біз қандай В жылдамдықты қарастырайық. В жылдамдығы ол 7 сағат кезінде не деп қарайық?
ол кезде жылдамдығын x деп қарастыратын болсақ, себебі ол кезде жылдамдығын біз білмейміз. Ал 9 сағат кезіндегі жылдамдық қандай болады оның? X минус 20 болады, себебі қандай? Ол 9 сағаттан жүретін болса 20, яғни километр сағат 20 км сағатқа азайтатын болса, ол 9 сағатта өтеді деп тұр да. Ал енді келесі нәрсе, бізде жаңағы арақашықтыққа байланысты естіген нәрсенің бар екенін білеміз. Мына кездегі оның жүрген жолын не деп қарайық біз? S1 деп қарайық. Ал мына жердегі жүрген жолын біз қандай? S2 деп қарайтын болсақ, бізде S1 мен S2 қандай болады? Тең болады. Неге? Себебі бәрібір олар қайтып тұр. 7 сағат жүрсе де, 9 сағат жүрсе де, қандай? Осы жолды жүріп тұр. Онда S1-ді табуды білеміз. T1 мен V1-дің көбейтіндісі, онда ол кезде қанша болады бізде? 7x болады, тең болады. Ал S2 дегеніміз, ол уақытпен тағы да жылдамдықтың көбейтіндісі x минус 20-ға. Енді бұл есепті шешетін болсақ, онда қандай? 2x тең 180, осыдан бізде қандай? X тең 90 деген жауап шығады. Ал бұл 90 деген не бұл жерде? 90 деген ол біздегі бірінші 7 сағат жүргендегі жылдамдық, иә. Бірақ бізге нені сұрап отыр? Арақашықтықты сұрап отыр. Онда біз енді 90-ды мына x-тің орнына қоятын болсақ, 7 мен 90-ды көбейтетін болсақ, 7 мен 90-ды көбейтетін болсақ, тең 630, яғни 630 километр. Ол осы екі жолдың арақашықтығы деген нәрсені түсіндіреді. Енді бұл есепті басқаша теңдеумен де шешіп алуға болады, яғни арақашықтығы x деп барып, оған байланысты біз теңдеулерге байланысты есептерді айтып кеткен болатынбыз. Онда Б жауабы дұрыс болады. Келесі есепті қарастырайық. Қандай дейді? Пойыз ұзындығы 500 метр міне. Ұзындығы 500 метр көпірден өтуге қанша? 1 минутта өтіп болды дейді. Ал ол қандай? Мынау телеграф бағанасының тұсынан қандай? Ол 20 секундта өтеді дейді. Телеграф бағанасының тұсынан ол 20 секундта өтеді дейді. Онда бізге пойыздың ұзындығын табыңдар дейді. Енді біз суреттен бұл жерде айқын көріп отырмыз, иә. Мына жерде ол телеграф бағанасының тұсынан өту үшін, ол жаңағы өзінің ұзындығы міне, өзінің ұзындығы қандай? Сонша жол жүреді. Яғни басы ілінгеннен бастап міне аяғы өтіп болғанға дейін ол сонша жол жүреді екен. Ал көпірден өткен кезде ол оған ұқсамайды. Неге? Ол мына жақтан бастап міне көпірге басы ілінгеннен бастап бізде уақыт саналады, иә. Енді міне көпірді өтіп, және ол қандай? Өзін өзі өтіп болу керек. Демек бұл жерде ол S деген жалпы арақашықтық, ол көпірдің ұзындығына өзінің ұзындығы қайтеді екен, қосылып кетеді екен. Ал мына жердегі есіміз қандай болады? Ол жаңағы өзінің ұзындығы ғана болып қалады. Демек, онда біз қандай? Мына жерде 1 минут жұмсады, мына жерде 20 секунд жұмсады. Неге мына жерде көп жұмсады? Себебі ол оның жүрген арақашықтығы мына көпірдің ұзындығына көп. Демек, біз мына жердегі онда 1 минут дегеніміз бізде қанша? 60 секунд. Онда 60-тан 20-ны азайтатын болсақ, тең 40 секунд шығады, иә? Ал 40 секунд дегеніміз ол пойыздың 20 секундты өзін-өзі өтуге кеткен уақыт, ар жағында 40 секунд ол қандай? Нақты көпірдің ұзындығын жүруге кеткен уақыт болады. Демек, көпірдің ұзындығы біз 500 екенін білеміз. Онда біз 500-ді қандай? 40-қа бөлетін болсақ, тең 12,5. Бұл 12,5 не онда? Ол пойыздың жылдамдығы. Себебі S дегеніміз бізде қанда? 500 дегеніміз ол S, 40 дегеніміз ол T, бөлген кезде бізде V 12,5 пойыздың жылдамдығы шықты. Ал енді пойыздың ұзындығын табу үшін, ол жаңа мына жерде айттық, пойыз өзінің ұзындығы қанша жол жүрді, сонша жол жүрді. Онда біз не істейміз енді? 12,5-ті 20-ға көбейтетін болсақ, онда ол тең 250 метр. Демек, бізде пойыздың ұзындығы қанша? 250 метр болады екен. Онда келесі осы істелген есептерге байланысты ұқсайтын екі есеп сіздерге тапсырмаға берілді. Өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады. Онда осымен біздің қозғалысқа байланысты сабақтарымыз аяқтады. Келесі кездескенше.